Бүгін Chevrolet Malibu автокөлігінің форсункасын тазалайтын боламыз. Көліктің қозғалтқыш көлемі 1/5 турбо, яғни бұл форсункалар үлкен қысымды жасайды. Форсунка тазалайтын үлкен қысымды форсуночный стендпен тексереміз. Ол үшін бірінші тексеру 3 этаптан құрайды. Біріншісі тексеру механика жағынан, екіншісі катушка жағын тексеру, үшіншісі тазалау. Төртінші тазалап болғаннан кейін барлығын қайтадан тексеру. Дұрысталды ма, дұрысталмады ма. Форсунканы міне GDI-ларды осылай арнайы тазалайды. Тамшы жиналса, іші бітелді деген сөз. Қазір боқ жиналған тазалағаннан кейін ол шашырап бастайды жаймен. Тамшы. Тазаланды, міне уже шашырап бастады, көрдіңіз ба?